Логикалық операциялар ақиқат кестесіне саяхат. Сәлем, достар. Логика әлеміне саяхатқа дайынсыңдар ма? Ақиқат кестесі деген не және оны қалай құруға болады? Қызық болса кеттік. Логикалық операциялар ақпаратты өңдеудің маңызды құралы. Олар және немесе емес сияқты қарапайым амалдарды қолданады. Бұл операциялар компьютерлердің, бағдарламалардың және тіпті күнделікті шешімдердің негізі болып табылады. Ақиқат кестесі логикалық операцияның барлық ықтимал нәтижелерін көрсететін кесте. Ол бізге операцияның қалай жұмыс істейтінін түсінуге көмектеседі. Әрбір жол кіріс мәндерінің комбинациясын және оған сәйкес шығыс мәнін көрсетеді. Алдымен қанша кіріс айнымалысы бар екенін анықтаңыз. Егер 2 айнымалы болса, онда 2-2-4 жол болады. Әрбір айнымалы үшін баған жасаңыз және барлық ықтимал комбинацияларды жазыңыз. Ақиқат, true, және жалған, false. Содан кейін логикалық операцияның нәтижесін есептеңіз және оны қосымша бағанға жазыңыз. Мысалы, және операциясы үшін 2 кіріс ақиқат болғанда ғана нәтиже ақиқат болады. Немесе операциясы үшін кем дегенде 1 кіріс ақиқат болса, нәтиже ақиқат болады. Ақиқат кестелері логикалық тізбектерді жобалауда, бағдарламалық кодты тексеруде және шешім қабылдау процестерінде қолданылады. Олар күрделі мәселелерді қарапайым және түсінікті түрде көрсетуге көмектеседі. Бұл сіздің логикалық ойлау қабілетіңізді дамытуға көмектеседі. Енді сіз ақиқат кестесін қалай құру керектігін білесіз. Осы бейнені достарыңызбен бөлісіңіз, логикалық операциялар туралы көбірек білу үшін басқа бейнелерімізді қараңыз және төмендегі түсініктемелерде өз мысалдарыңызды қалдырыңыз. Логика әлеміне бірге саяхаттайық.